Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында KFC дайындап үйренетін боламыз. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен осындай тауық қанаттарын сатып алдым. Және барлық қанаттарымызды осылай екі бөлікке бөліп шығасыздар. Мен тауық қанаттарының осылай ұшын қолданбаймын, оны мусорға тастаймын. Қалған бөліктерінің барлығын екі бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін барлық қанаттарымызды ыдысқа салып, үстіне тұз, бұрыш, паприка, сұйық майымызды, суымызды құйып, араластырып, маринаттап қоямыз. Маринаттауға кемінде 2 сағатқа қоясыздар, немесе бір тәулікке де қойсаңыздар болады. Қанша ұзақ тұрса, сонша жақсы. Пока біздің қанаттарымыз маринатталғанша, біз сұйық клярымызды дайындап қояйық. Мен бұнда бір жұмыртқа, ұн және суымызды қосып араластырамыз. Ингредиенттерді қанша мөлшерде қосатынын мен описаниеде жазып кетемін. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде сұйық кляр. Осындай болып шығады. Біздің қанаттарымыз дайын болды. Мен 2 сағатқа қойдым маринаттап. Енді ыдысқа ұнды салып, үстіне барлық қанаттарымызды салып шығамыз. Және де бүткіл жеріне ұн тигенше араластырып аламыз. Прям барлық жеріне ұн тию керек. Міне барлық жеріне тигізіп араластырып алдық. Енді сұйық клярымызды бір ыдысқа, екінші ыдысқа ұнымыз бен паприканы араластырып саламыз. Алдымен тауық қанаттарымызды сұйық клярға саламыз. Одан соң барып ұнға аунатамыз. Осылай аунатып аласыздар және қызып тұрған майға қуырасыздар. Мен 2 реттен салдым. Сырты қытырлақ жақсы болу үшін 2 реттен салдым. Сіздер 1 рет салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай бүткіл тауық қанаттарымызды араластырып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Бізде оттың асты баяу болмау керек, достар, қатты қызып тұру керек. Міне достар, біздің қанаттарымыз уже дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады және өте арзанға шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.